Қымбат көрермендер, асабалар алаңы бүгін Жуалыда үлкен іс-шара өтті қазір. Енді мінекей осы Жуалыдағы асабалар алаңының жетекшісі Ербол Бекежан бауырыммен отырмын. Ереке, мынау жарты жыл болды біздің осы қоғамды құрғанымызға. Ауданда сіздерде жұмыс қандай болып жатыр? Бір-екі ауыз нәтижесін айтып берсеңіз. Бізде сол халқыңды қандай десең салтыңнан сынап біл, өзімді қандай десең халқымнан сұрап көр деген қағида арқылы ұмытылған салт дәстүрлерімізді демесе әлі күнге қолданыста, бірақ өңін өзгертіп, сырттың, батыстың дәстүрімен байланысып кеткен дәстүрлерді қайтадан жаңғыртып, өз жолымен мағынасын, мәнін түсіндіруге жұмыстанып жатырмыз. Соның ішінде көп қой. Қазір мысалы үшін бесік тойларға бұрын тек қана әжелеріміз ғана, аналарымыз ғана барады. Қазір амал жоқ, барлығы барады. Сол кезде жаңағы бесік тойда, тұсаукесер тойында, тұсаукесердің басындағы жолға ақша қояды, тағы басқа қояды. Бұл біздің дәстүрімізде жоқ. Бұның да өзінің салты, осы жағында, осы жақтарын Ескертіп жүрсіздер ғой осыларды? Ескерту міндетті түрде. Ескерту тікелей емес, ойын арқылы, немесе сұрақ-жауап арқылы, әзіл-қалжыңмен тағы да басқалай жеткізіп жатырмыз. Жалпы осы ауданда қазір шамамен қанша асаба бар? Шамамен 20 шақты бар. 20 шақты. Ол кісілердің барлығы хабардар ғой біздің осы жұмысымыздан, сіз қолдап жүрмесізді? Иә. Ал енді мына бүгінгі біздің Жуалыдағы тақырыбымыз мерейтойлар. Әдетте енді барлық тойлар бір-біріне ұқсас болып, бір бағдарламамен өтіп жатады ғой. Осы мерейтойларды өткізуге қандай бір-екі ауыз ұсынысыңыз бар ма өзгешелік? Мерейтойды негізгі көбінесе өзім шығатын тойларым маған тапсырыс беретіндер, сол мерейтойлар 60 жас, 70 жас, адам өмірінің алтын күзгі, былайша айтқанда, бүкіл еңбегінің жемісін көретін, есеп беретін, бұл жасқа келгенше абай айтпақшы, жақсы өткіздік пе, жаман өткіздік пе, бір талай өмірімізді өткіздік деймін. Соны жаңа көкеміз айтқандай, оның жеткен жетістіктерін, сонау жаңағы балалық шақтарынан, өткен кезеңдерінен, естелік суреттерінен, шағын видеоларынан, сондай сыр сұхбат сияқты, немесе кіреберістегі файлерге суреттерін қойса, өткен менің жеткен белестерім, менің асқан асуларым деген сияқты. Кейінгі келер ұрпағына, соңынан ерген немерелеріне өнеге болады, сабақ болар еді. Көп рахмет. Иә, құрмет көрермендер, шын мәнінде бүгінгі айтылған көп пікірдің ішінде қолға алатыны ең бірінші күндізгі осы жас үлкен қариялардың, үлкен кісілердің мерейтойлары мен балаларға арналған той жиындардың рәсімдердің барлығын күндіз өткізу ұсынылып отыр. Осыны қолға алсақ. Ереке, көп рахмет, жұмысыңызға табыс тілеймін.